Сәлем достар! Сөз жаттаудың 7 техникасы атты практикумның алғашқы сабағына қош келдіңіздер. Негізгі проблемаларыңызға шешім табатын боламыз. Жан ханым, мен сөз жаттай алмаймын, не істесем болады? Жан ханым, мен сөз жаттасам, бірақ ұмытып қала беремін. Немесе сөз жаттаудың оңай жолдары бар ма, айтасыз ба? Әр сөзді жаттағанда ассоциация қалыптастыра білу, ағылшын тілін 80% түсіну үшін небәрі 2000 сөз білсеңіз жеткілікті. Бірақ әрине 100% білуіңіз маңызды. Қалай үйренеміз, қалай есте көбірек сақтаймыз? Сәлем достар! Сөз жаттаудың 7 техникасы атты практикумның алғашқы сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ небәрі 20-30 минутқа ғана созылады. Сондықтан сабақты соңына дейін қараңыздар. Өйткені сіздердің негізгі проблемаларыңызға шешім табатын боламыз. Мен бұл сабақты неге дайындап отырмын? Өйткені студенттерден өте көп сұрақтар келеді. Олар: Жан ханым, мен сөз жаттай алмаймын, не істесем болады? Жан ханым, мен сөз жаттасам, бірақ ұмытып қала беремін. Немесе сөз жаттаудың оңай жолдары бар ма, айтасыз ба? Осындай сұраныстар өте көп болғандықтан, мен сіздерге сөз жаттаудың 7 техникасын дайындап, мінекей сабақ ұсынып отырмын. Бүгінгі сабақта сіз не үйренесіз? Әрине, сөз жаттаудың 7 техникасы, әр сөзді жаттағанда ассоциация қалыптастыра білу, сөз жаттаудың оңай жолдары және үйрену барысын қалай әдетке айналдыруға болады. Міне осының барлығын бүгін сабақта үйренесіздер. Енді 7 техниканы бастамас бұрын бірінші сіздерге vocabulary бойынша өте қызықты фактыларға тоқтала өтейін. Сіздер білесіздер ме? Ағылшын тілін ана тілінде сөйлейтін американдық 5 жасар бала 4000-5000-ға жуық сөз біледі. Ал жоғары оқу орталығын бітірген студент 20.000-ға жуық сөз біледі екен. Ал біз секілді шетелдік адамдар ағылшын тілін неше жыл оқиды да 3000-4000 сөз біледі. Бірақ мойымаңыз, сізге жақсы жаңалығым бар. Ағылшын тілін 80% түсіну үшін небәрі 2000 сөз білсеңіз жеткілікті. Бірақ әрине 100% білуіңіз маңызды. Сіз өзіңіздің біліміңізді жетілдіру үшін, ағылшынша еркін сөйлеу үшін әрине сөздік қорыңызды жетілдіру керек. Бірақ қалай? How can I remember the new words? Жаңа сөздерді қалай сақтап алуға болады миға? Білесіздер ме, адамның миы есте сақтау қабілеті екіге бөлінеді. Short term memory және long term memory. Қысқа және ұзақ мерзімді болып. Біз барлығымыз жаңа дүниені үйренген кезде, оны миымыз 20-30 минутқа ғана сақтап қалады екен. Ал егер оны қайталамайтын болсақ, миымыз болды, оны ұстамайды, біз ұмытып қаламыз. Неміс филологы Герман айтқан екен, егер сіз қайталамайтын болсаңыз, сіз 30 минуттан кейін үйренгеніңіздің 60% ғана есіңізде қалады. 1 сағаттан кейін 50% жоғалтып қоясыз, ұмытып қаласыз. Дәл солай қайталамай 3 күн жүретін болсаңыз, 3-ші күні сіз үйренген дүниенің 20% ғана миыңызда қалады екен. Ал енді не істесек болады? Ағылшын тілін үйрену үшін бізге сөз керек, сөздік қорымызды кеңейту керек. Қалай үйренеміз, қалай есте көбірек сақтаймыз? Жаңағы short term memory'дан long term memory'ға қалай секіре аламыз? Бұл жерде сіздерге қайталау үлкен көмегін тигізеді. Ол қалай қайталау? Сіз үйренген жаңа 10 сөзді, мысалы, блокнотқа жазыңыз, карточкалар дайындаңыз. Түрлі түсті карточка болсын, өйткені адамның миы түрлі түсті затты көбірек қабылдайды. Стикерлерға жазып, қабырғаға іліп қойыңыз. Өйткені көзіңіз күнде көру керек. Адамда фотографический память деген болады. Көзіңіз көріп жаттап алады. Соны аузыңызбен айта беріңіз. Міне осылай қайталаңыз. Сізге бір күнде 15 минут жеткілікті. Регулярность өте маңызды. Сіздерге қазір ең күшті schedule дейді ғой, жоспар берем, график. Осы графикпен жүріңіздерші. Мысалы, бүгін сіз 10 сөз жаттадыңыз. 15 минуттан кейін сол 10 сөзді бір қайталап шығыңыз. Сосын 1 сағаттан кейін тағы да отырыңызда бір қайталап шығыңыз. Сосын келесі күні тағы бір қайталаңыз, екінші күні тағы, үшінші күні тағы бір қайталаңыз. Міне осы графикпен жүретін болсаңыз, жаңағы 10 сөз сіздің миыңызда сақталып қалады. Болды, ұмыта алмайтын боласыз. Енді 7 техникаға оралайық. Ең алғашқы техника ол OSO method. OSO методы.
Also деген ол acronym, яғни қысқартылған сөз. Әр әріпіне тоқталатын болсақ, мысалы, ең бірінші you әріпі ол understand деген сөз. Бір сөзді жаттайтын болсаңыз, оның мағынасына үңіліңіз. Қандай мағына береді? Google-ға теріңіз, суретін қараңыз, ассоциация қалыптастырыңыз. Ол осындай екен. Мағынасын түсіндіңіз. Екінші S, say. Ол айту деген сөз. Сіз 6 рет қайталап айтуыңыз керек. 6 рет. Мысалы, beetroot сөзі қызылша деген сөз. Beetroot, 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 beetroot. Мына 6 рет айттым. Дауыстап, әдемілеп әр дыбысын анықтап айтуыңыз керек. Үшінші ол W, write, жаз. Сіз бүгіннен бастап өзіңізге блокнот арнаңыз. Тек сөз жаттауға арналған. Басқа нәрсе жазбаңыз, тек қана сөз жазыңыз, жақсы ма? Сол блокноттың ішіне жаңағы сөздерді жазасыз. Бірінші understand, мағынасын түсіндіңіз. Екінші say, айттыңыз, 6 рет қайталадыңыз. Енді үшінші write, жазыңыз. Жазыңыз, 6 рет жазыңыз. Қатар-қатар жазасыз ба, бірінен артынан бірін жазасыз ба, білмеймін. Әйтеуір жазуыңыз керек. Және соңғысы you, ол use, қолдан. Сіз міндетті түрде қолдануыңыз керек. Сөйлем құраңыз, 5-6 сөйлем құраңыз. Оны досыңызға айтып беріңіз, үйдегі отбасы мүшесіне айтып беріңіз. Сабақта отырғанда қолданыңыз ол сөзді. Жалпы сториста белгілеңіз, сөйлем құрап жіберіңіз, пост жазыңыз. Жалпы қазір технология дамыған заманның ағымына қарай болуыңыз керек. Инстаграмда түрлі посттар салыңыз. Сол кезде сіздің есіңізде көбірек қалады. Міне, бұл алғашқы техника OSU методы. Келесі екінші техника ол memory techniques деп аталады. Use memory techniques, яғни есте сақтау қабілетін жаттықтыруға арналған техникалар. Оның бір ең керемет техникасы жаңағы ассоциация қалыптастыра білу. Мысалы, store сөзін алайық. Store ол американдық тілмен алғанда дүкен деген сөз. Британдар shop деп айтады. Енді осы store сөзіне қарасаңыз 5 әріп бар. S, T, O, R, E. Енді сіз дүкенге барсаңыз не аласыз? Сол сөздерді әр әріпке келтіріңіз. Мысалы, S, spaghetti. T, чай. Чай сатып аламыз ғой. Ары қарай O, orange, onion. Апельсин немесе пияз. Келесі R әріпі. Raspberries, малина. Немесе соңғы E әріпі eggplant. Eggplant жаңа сөз болуы керек сіздерге. Ол баклажан деген сөз. Британдықтар eggplant десе, американдықтар zucchini дейді. Көрдіңіз бе, сіз бір ғана store сөзін ала отырып, 6 сөз жаттап алдыңыз. Дәл осылай әр сөзге сіз әр әріпіне сөздерді тауып отырып жаттауыңыз керек. Бұл жағдайда достар сіздерге жалпы grouping техник көмекке келеді. Бұл үшінші техника, яғни топтастыра білуіңіз керек. Жай ғана сөздерді тізімге жазып жаттау ол іш пыстырады. Оның ешқандай нәтижесі болмайды. Сіз топтастырып жаттаңыз. Мысалы food, тағам, clothes, киім, weather, ауа райы, education, білім, transport, осылай топтастырыңызда әр қайсына сөз іздеңіз. Мысалы, food, тағам, cabbage, pumpkin, beetroot, grenadine, pineapple. Қараңыз, мен жай ғана 6 сөз айттым. Сіз дәл осылай food тақырыбында 50-100 сөз тауып жаттасаңыз болады. Арнайы солай топтастырып қойыңыз. Clothes, киім, мысалы, loose fit jeans, skinny jeans, tracksuit, jumpsuit, skirt, t-shirt, cap. Мен сізге бір 10 шақты сөз айттым. Бұл киімге байланысты. 50-100 сөз табуға болады. Ары қарай weather, ауа райы. Windy, foggy, cloudy, freezing, hot, boiling. Мінеки, немесе feeling, адамның сезімдері. Мысалы, stressed out, fed up, depressed, excited, happy, exhausted, embarrassed. Мына сөздің барлығы сіздерге жаңа сөз болып көрініп тұр. Міне, сіз feeling деңізде осының барлығын тізіп жазыңыз. Жалпы адамның сезіміне қатысты сөздердің барлығын тізіп жазыңыз. Сізге жаттауға оңай болады біріншіден, екіншіден сіздің есіңізде ұзаққа қалады. Просто жаттап аласыз болды. Бұл топтастыру әдісі. Енді 4-ші техника ол сөз емес, сөз тіркесін жаттаңыз. Біз
сөздердің барлығын жазып шығамыз. Одан кейін енді сөйлем құрау керек болғанда біз жаңылсамыз. Так, қандай формада құру керек? Сізге сөйлем құрау үшін уже грамматиканың ережелерін білу керек болады. Конструкцияларды білу керек болады. Дұрыс қой, өйткені бір сөз ол түрлі шақтарға өзгереді. Мысалы, to write. Write етістігі жазу. Өткен шақта wrote. Үшінші формасы written. Дұрыс қой. Ал осы шақта, үшінші шақта ол writes. Әш жалғанады. Ал енді сөйлем құрап көр. Бұндай кезде сіз уже шақтарға жүгінесіз. Неге біз жай ғана сөйлем құрап жаттамасқа? Адам сезіну керек, оның солай дұрыс екенін. Мысалы, I write an essay десе, сіз біліп тұрсыз, жоқ, что-то не то. I write емес қой, I write болу керек қой. Білмеймін, ол неге олай болу керек? Просто сіз сезінуіңіз керексіз, солай дұрыс екенін. Мысалы, қазақ тілінде біз ол ойнаймын. Дұрыс, сіз что-то не то, ол ойнаймын емес, ол ойнайды ғой. Сізге бұл жағдайда ол д деген ол шылау, жұрнақ деп айтып отырмайсыз ғой. Дәл сол секілді ағылшын тілінде сіз сөйлеммен жаттайтын болсаңыз, сіз әр сөздің сол сөйлемде сондай формада қолданылу керегін просто сезініп аласыз болды. Жаттап аласыз. Мысалы қараңызшы. I write an essay. I wrote an essay yesterday at school. She writes an essay. I have been writing an essay since morning. Немесе I have already written an essay. They are writing an essay. Қараңыз, мына сөйлемдердің барлығында write етістігі түрлі формада тұр. Сізге керек емес ережесін жаттап, просто мағынасын түсініңіз. Мысалы, I wrote an essay yesterday at school. Кеше мен мектепте эссе жаздым. Жаздым, өткен шақ. I wrote an essay. Немесе, I've been writing an essay since morning. I have been writing an essay. Таңертеңнен бері эссе жазып отырмын. Значит, таңертең бастадым, әлі жазып отырмын. Мағынасын түсіндім. Значит, I have been writing болу керек. Түсіндіңіз ғой? Осылай сөйлем арқылы жаттайтын болсаңыз, сіздің есіңізде ұзаққа қалады, және сіз оны просто сезінетін боласыз. Оның солай дұрыс екенін. Бұл төртінші техника. Енді бесінші техникаға келейік. Бұл mind map техникасы. Бұл өте керемет техника. Бұл тек қана сөз жаттауда емес, жалпы өмірде өте үлкен көмегін тигізеді. Жетістікке жеткен адамдардың барлығы mind map қолданады. Мысалы, кітап оқыған кезде, оны конспекттемей, жай ғана mind mapқа, картаға салатын болсаңыз, сол сіз кітапты просто жаттап аласыз болды. Ол кітап өмір бақи сіздің есіңізде қалады. Ол не mind map деген? Ол түрлі түсті бояу, ол түрлі түсті картаға салу, түрлі түсті суреттер. Адам түрлі түсті нәрсені есте ұзаққа сақтайды. Мысалы, біз бір түрлі әңгімені жаттап аламыз ғой, сосын барып қанша бір отырысқа отырған кезде соны айтып отырамыз ғой. Өмірімізде басқа нәрселерді есімізге сақтамаймыз, но именно сол бір түрлі жағдайды ғана есімізге сақтап аламыз. Дәл сол секілді, сіз mind mapқа бір түрлі етіп салатын болсаңыз сөздерді, сіздің есіңізде көбірек сақталады. Мысалы, dog сөзіне көңіл аударайық. Dog ол ит деген сөз. Бір парақты алыңыз блокнотыңызда, домалақтаңызда ортасына dog сөзін жазыңыз. Оны қоңыр түске бояп қойыңыз, білмеймін, қызыл түске бояп қойыңыз. Dog деген сөзді қалыңдап, жырный қылып жазып қойыңыз. Сосын dog итке қатысты сөздерді ізденіңіз. Мысалы, оның жүні бар. Жүн қалай? Бір сызық қалдырыңыз, жоғары сызықта оған дөңгелектеңізде fur, жүн. Fur. Жүннің суретін салып қойыңыз. Келесі, Puppy оның күшігі. Күшіктің суретін сақ қойыңыз. Ары қарай, Paw оның лапа дейміз ғой, алақаны. Алақаның суретін сақ қойыңыз. Енді етістік bark ол үру деген сөз. To bark оның үріп тұрған бір тістерін ақситып тұрған суретін салып қойыңыз. Немесе қасына verb деп жазып қойыңыз. Етістік үру деген сөз. Немесе tail құйрығын салып қойыңыз. Қараңызшы, бір ғана dog деген сөзден сіз 10 сөз жаттап аласыз. И сіз блокнотыңызды ашып қалсаңыз, түрлі түсті бет тұр. Сіз просто қарайсыз да, все, есіңізде сақтап алдыңыз. Анау скучный сөздерді жаттап отырған жоқсыз, сіз просто аштыңызда түрлі түсті. Сізге өзіңізге де ұнайды, процесс ұнайтын болады. Түсініңіз ғой? Бұл ең мықты техника, 5-ші техника. Енді 6-ші техника келейік. Ол read and read. Оқи бер. Неге білесіз ба? Мен білем, оқу ол іш пыстырады, көбіңізге ұнамайды. Бірақ өзіңізге ұнайтын дүниені оқыңыз. Біреуіңізге роман оқыған ұнайтын шығар. Біреуіңізге news, жаңалық оқыған ұнайтын шығар. Немесе articles, мақала.
Немесе пост оқыңыз Инстаграмда, түрлі ағылшын блогерлардың постын оқыңыз. Оқу барысында сізде мынандай эмоция болады. Қараңызшы, міне, мен оқып отырмын. Мен мына сөзді білем. Мына сөзді мен кеше жаттағам. Мына фразаны мен алдыңғы аптада жаттағам. Мыналарды мен білем ғой. Осындай эмоция болады сізде. Бұл қайталау ғой. Сіз оқып отырып, алдыңғы күні жаттаған сөзді көз алдыңызға елестеттіңіз, оқыдыңыз, көрдіңіз, қайталадыңыз. Оқу барысында сізде сөз өте көп есте сақталатын болады. Және соңғы техника ол make it a habit. Бұл жаңағы әрекеттердің барлығын әдетке айналдыруыңыз керек. Өмірде жалпы қандай да бір дүниені жасау үшін сізде әдет болмаса, сіз нәтижеге жете алмайсыз. Мысалы, арықтау үшін сіз 1 ай, 2 ай жаттығуыңыз керек. Немесе дұрыс тамақтануыңыз керек 21 күн. Сосын ол әдетке айналады. Дәл сол секілді, сіз ағылшын тілін үйрену барысын әдетке айналдырмасаңыз, ағылшын тілі сізге андай не болады? Қиын, ағылшын оқу керек, деп қиналып орындайтын боласыз. Олай емес. Сіз ағылшын тілін оқу барысын қызықты етуіңіз керек. Сізге ұнау керек. Сіз оны регулярно жасауыңыз керек. Бүгін оқып, 5 күннен кейін тағы да 1 сағат отырып оқысаңыз, онда сіз босқа уақытыңызды жараттыңыз ғой. Ондай болса оқымай-ақ қойыңыз. Мен сізге бірден айтайын, нәтиже болмайды. Нәтиже қаласаңыз, ағылшынша еркін сөйлегіңіз келсе, күнде 15 минут, күнде 20 минут уақыт бөліңіз. Міндетті түрде жоспар жасаңыз, тайм менеджментпен жұмыс жасаңыз. Жазыңыз, кешкі сағат 6-да осы сөздерді жаттау. Таңертең сағат 8-де сөздерді жаттау. Жалпы менің 7 күндік гайдымды білесіздер ме? 7 күндік гайд алатын болсаңыз, мен сізге 7 күн бойы таңғы сағат 8 мен түнгі сағат 10-ға ұйықтағанға дейін не істеу керексіз? Бәрін жазып беріп қойған болды. Сол график арқылы жүретін болсаңыз, 1 айдың ішінде сіз сөйлейтін боласыз. Жалпы мінекей достар, қараңыздаршы, бүгін сіздерге 7 техниканың барлығын айтып бердім. Мұндай ақпаратты сіз ешқайдан таба алмайсыз. Бұның барлығы менің ізденгенімнің арқасы, түрлі мамандардан үйренгенімнің арқасы, ішіндегі бүкіл техникалардың бәрі өзімнің авторлық техникам. Енді қараңыз, бұл 7-еуін бірдей қолдану мақсат емес, өзіңізге жаныңызға жақын, ұнағанын қолданып жаттықсаңыз да болады. Ал енді сіздерге үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы өте қызық. Орындаңыздар міндетті түрде. Сосын маған айтатын боласыздар, осы үй тапсырмасының арқасында мен мынанша сөз жаттадым деп айтатын боласыздар. Сіздерге мына 3 сөз беремін. School, job, nature. Осы 3 сөзге mind map жасайсыз. Жаңағы мен сізге түсіндірген карта бар ғой. Әр сөзге 10 сөз, кем дегенде 10 сөз жаттауыңыз керек. Әдемілеп парақтың бетіне mind map жасайсыз, сурет саласыз, бояйсыз. Соны суретке түсіресіз де Инстаграмға пост саласыз. Мені белгілейсіз, астына жазасыз 30 сөзіңізді, мені белгілейсіз, мен сізге кері байланыс, жеке өзім кері байланыс беретін боламын. Қараңызшы, сіз осыны жасау барысында сіз миыңызды не істеттіңіз? Жұмыс істеткіздіңіз. Сіз миыңыз қаншалықты напрягация еткен сайын, ол сөздер миыңызда ұзаққа сақталатын болады. Ал егер сіз миыңызды жұмыс істеткізбейтін болсаңыз, әрине ол ұмытып қаласыз. Сіз оны бояйсыз, сіздің миыңыз бояу үшін жұмыс істеп жатыр. Сіз оны ізденесіз, жазасыз, жаттайсыз. Міне миыңыз қандай жұмыс жасап жатыр. Соның арқасында сіз просто анау сөзді әшейін мәңгілікке жаттап аласыз болды. Бұл сіздің үй тапсырмаңыз. Енді қараңыз достар, бұдан бөлек бізде Telegram каналында практика чаты болады. Сол жерге үй тапсырмаларын жібересіздер. Менің модераторларым сіздерге кері байланыс беретін болады. Бүгін мінекей бірінші сабақ аяқталды. Ертең сіздерге сіз білу керек 5 түрлі грамматикалық конструкциялар атты сабақ өтетін боламын. Дәл бүгінгі секілді өте қызықты, өте пайдалы болатын болады. Және де ескертіп өтейінші, 3 күндік мынау практикум сабақтан кейін мен тікелей эфир өтем. Тікелей эфирде осы 3 күн бойы үйренген дүниенің барлығын 100% практикаға салатын боламыз. Және сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін болам. Және тікелей эфирді аяғына дейін көрген кісілерге мен өзімнің 7 күндік гайдымның үзіндісін тегін беретін болам достар. Мінекей видеоны соңында міндетті түрде комментарий жазыңыздар, өтініш, лайк басыңыздар, каналыма тіркеліп алыңыздар. Әлі YouTube каналға тіркелмеген болсаңыздар, мінекей сілтеме, міндетті түрде тіркелуіңіз керексіздер. Өйткені 3 күн бойы алда сіздермен өте құнды ақпараттармен бөлісетін боламын. Бүгінге осы. See you tomorrow at 9 p.m. Bye bye.